Қазанның 29-ы Түркия Республикасына 100 жыл толды. Осы атаулы мерекенің аясында Режеп Тайып Ердоған Анıtkabir'де ұйымдастырылған рәсімге қатысты. Анıtkabir дегеніміз Түркияның бас қаласы Анкарада орналасқан Мұстафа Кемал Ататүрікті зиярат ететін мавзолей кесене. Бұл салтанатта Режеп Тайып Ердоғанмен бірге Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің төрағасы Нурман Куртулмуш, вице-президенті Джевдат Йылмаз, сондай-ақ елдегі ірі саяси партиялардың төрағалары бар. Президенттік кабинет мүшелері, жоғарғы сот органдарының басшылары, бас штабтың төрағасы генерал Метин Гюрак бар. Ердоған бастаған топ көтеріліп келе жатқан баспалдақтардың саны 42. Анıtkabir'дің айналасы сандық символикаларға тола. 42 тепкішектің болу себебі ол Мұстафа Кемал Ататүрік Түркия Республикасын құрғанда 42 жаста болғанының белгісі. Режеп Тайып Ердоған қалампыр гүлдерінен жасалған жартайы мен жұлдызы бар гүл шоқтарын Ататүріктің кесенесіне қоюға келе жатыр. Құрмет залы деп аталатын осы бөлмеде Ататүріктің символдық саркофагы орналасқан. Ал осы саркофагтың астынан бірнеше метр төменде Ататүріктің денесі орналасқан бөлек бөлме бар. Дәл қазір Ататүрікке құрмет көрсету тағзымымен Түркия Республикасының әнұраны орындалуда. Осы рәсімнен кейін Режеп Тайып Ердоған осы кешенде орналасқан ұлттық пакт мұнарасына барып, Анıtkabir'дің арнайы кітабына қол қойды. Және қағазға жазып әкелген мынадай мәтін оқыды. Құрметті Ататүрік, сіздің менің ең үлкен еңбегім деп атаған Түркия Республикасының 100 жылдығына жетудің мақтаныш мен қуанышын ел ретінде сезініп жатырмыз. Тарихымыздың осынау маңызды бетбұрыс кезеңінде сіздің және қаруластарыңыздың және көзді ашып жұмғанша көз жұмбай шейіттікке асыққан аяулы шейіттеріміз бен ардагерлерімізді тағы да мейіріммен еске аламыз. 21 жылдық билік ету жолымызда әрбір сәт елімізге, ұлтымызға қызмет ету жолында және сіздердің сенімдеріңізді лайықты түрде ақтауға тырыстық. Түркия тарихындағы ең үлкен инвестициялық жобалардың басын қосқан әкімшілік ретінде біз өзіміздің одақтас серіктестерімізбен және ұлтымызбен бірге Түркия Республикамыздың 2-ші ғасырына қадам бастық. Біздің республика бұрынғыдан да қауіпсіз, сенімді және құзырлы адамдардың қолында. Жатқан жерің жайлы болсын. Республикамыздың 100 жылдығы құтты болсын. Осылайша Анıtkabir'дегі салтанатты рәсімнен кейін Режеп Тайып Ердоған президенттік кешенге қарай бет алды. Президенттік кешенде Режеп Тайып Ердоған Түркия Республикасының 100 жылдығына орай құттықтауларды қабыл алды. Бұл салтанатты шарада Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің президенті Нурман Куртулмуш, вице-президент Джевдат Йылмаз, Конституциялық соттың төрағасы, жоғарғы соттың төрағасы, мемлекеттік кеңес президенті, есеп сотының төрағасы, президент кабинетінің мүшелері, ұлттық қозғалыс партиясы төрағасы, бас штабтың президенті генерал Метин Гюрак, қорғаныс қолбасшылары мен Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік мекеме басшылары, Анкарадағы елшілер, шетелдік өкілдік басшылары, халықаралық ұйымдардың өкілдері, Ғази Мұстафа Кемал Ататүріктің туыстары, азаттық соғысында шейіт болғандардың туыстары мен ардагерлер, бірқатар кәсіпкерлер, жастар, мүгедектер және спортшылар Режеп Тайып Ердоғанға мерекелік құттықтауларын білдірді.
Салтанатты шарада түрлі дәрежедегі әскерилер де Ердоғанға құттықтауларын жеткізді. Келген қонақтарға қазынашылық және қаржы министрлігі тарапынан республиканың 100 жылдығына арнайы соғылған 5 түрік лирасы естелік монетасы мен Түркия поштасы дайындаған 100 жылдық мерейтойлық марка сыйға тартылды. Қабылдауға келгендер сол күнді еске алу мақсатында президенттік төсбелгі мен 100 жылдық мерейтойлық логотипі бейнеленген суретке де қол қойды. Қабылдауда қонақтарға таратылған көрме таныстырылым кітапшасында Түркия президенті Ердоғанның мынадай сөздері орын алды. Ел болып, республикамыздың 100 жылдығына жету бақты бұйырды. Осы жерде өз өмірлерімен отанымызға айналдырған, республикамызды құрып, бізге ел қалдырған батырларды мейіріммен және алғыспен еске аламыз. Еркін өмір сүре аламыз. Республикамыздың негізін қалаушы Ғази Мұстафа Кемал Ататүрк ұлтқа қожалық жоқ, қызмет ету бар деген атақты кеңесінің аясында 21 жыл бойы күндіз-түні еңбек етіп келеміз. Түркияға және түрік ұлтына деген сүйіспеншілікпен 85 миллион халқы бар Түркия елін ең жақсы көретін, оған ең жақсы қызмет ететін деген қағидамен қол ұстасып бірге жұмыс істеп келатыр. Соңғы 21 жылда елімізге әкелген керемет инвестициялық жобалар. Республиканың 100 жылдығына арналған 100 алып жұмыс көрмесі. Бұлардың бәрі тарихта қалатын із. Бұлардың әрқайсысы ұлтымыз үшін мақтаныш ескерткіші. Осы қызметтерді салуға атсалысқан, аянбай еңбек еткен, үлес қосқан барша жандарға шын жүректен алғысымды білдіремін. Түркияны өзінің мақсаттарына жақындастыру үшін және республикамыздың екінші ғасырын осы уақытқа дейін жасағанымыздай жаңа жұмыстарды әлі де жалғастыратын боламыз. Шәһидтеріміздің жаны жәннатта болсын, республикамыздың 100 жылдығы құтты болсын. Осы жиын аяқталған соң Режеп Тайып Ердоған өзінің жұбайы Әмина ханыммен бірге Ыстамбулдағы Вағдедин сарайының алдында сағат кешкі 7:23-те республиканың жариялануының 100 жылдығына орай сөз сөйледі. Мінберден сөз сөйлемес бұрын әдеттегідей Мұстафа Кемал Ататүрк пен шәһид болған батырлардың рухына тағзым етіп, үнсіздік жарияланып, артынша Түркия Республикасының әнұраны шырқалды. Қымбатты қонақтар, Түркия Республикасының президенті құрметті Режеп Тайып Ердоған сөз сөйлейді. Қымбатты халқым, құрметті қонақтар, мен сіздерге шын жүректен шыққан сезіммен, құрметпен, ыстық ықыласпен сәлем жолдаймын. Елімізде және шетелде тұратын халқымызды 29 қазан республика күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Республика күнімен байланысты қуанышымызды бөліскен дүние жүзіндегі барлық достарымыз бен бауырларымызға алғыс айтқым келеді. Ұлт ретінде бүгінде мүлде басқа бір мақтаныш пен толқуды бастан өткердік және бастан өткеріп те жатырмыз. 29 қазан 1923 жылы жарияланған республикамыз бүгінде бірінші ғасырын аяқтап, Түркия ғасыры деп атайтын екінші ғасырға аяқ басып отыр. Біз салтанатты түрде абыроймен және қуанышпен тойлап жатқан республикамыздың құрылғанына 100 жыл толып жатқан мерейтойымыз еліміз үшін пайдалы болады деп сенемін. Осыған орай 1000 жыл бойы қасиетті отанды қорғау жолында опат болған шейіттерімізге Алладан рахым тілеймін. Республикамыздың негізін қалаушы, азаттық үшін күрескен барлық ардагерлерімізді алғыспен еске аламын. Әсіресе соғыс жеңімпазы қолбасшы Ғази Мұстафа Кемал Ататүрк пен парламент пен армиямыздың барша қаһармандарын. Бүгінде еліміздің аман болу үшін шекараның ішінде және сыртында жан қиярлықпен қызмет етіп жатқан қауіпсіздік күштеріне сәттілік тілеймін.
Cumhuriyetimizin ilanından bugün Түркия Республикасы жарияланғаннан бері оның дамуына үлес қосқан әрбір азаматты құрметпен еске аламын, және олардың барлығына Алла разы болсын. Бүгін 100 жылдығын тойлап жатқан Түркия Республикасы тамыры тереңде жатқан ұлы шынардай өз кереметімен тамсануды жалғасты. Gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Мыңдаған жылдық мемлекеттік дәстүріміздің жаңа буыны болып табылатын республикамыз осы өлкелерде құрған алғашқы мемлекет емес, соңғы мемлекетіміз. Ұлтымыздың даңқты тарихында әлемге жол сілтеген, адамзаттың бағыт бағдарын сызып өркениетке жол ашқан мемлекетіміз аз емес. Pek çok devletimiz vardır. Asya'dan Avrupa'ya uzanan, Азиядан Еуропаға, Анадолыда әуелі селжұқтармен, одан кейін Османлылармен жалғасқан үш құрлықта, 7 климатта із қалдырған ата-бабамыздың іздерін көреміз. Біздің президенттік төсбелгіміздегі 16 жұлдыз соның айғағы. Сол заманнан бүгінге дейін біз салған көпірдің арқасындай болған бұл мемлекеттеріміз республикамыздың негізін қалаушылар мен жаршылары. Cumhuriyetimizin öncüsü ve müjdecisidir. Cumhuriyet bu kutlu Біздің республикамыз тоқтаған немесе үзілген емес. Бұл мүбәрәк сапар керісінше жаңа өркен жаюда. Түрік республикасы ол тамырсыз, тарихсыз, аморфты және жаңа пайда болған мемлекет емес. Ешқашан олай болған емес. Mevzuur bir devlet değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Түркия республикасы мыңдаған жылдар бойы қолдан қолға, жүректен жүрекке, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан тамаша қазына. hazinedir. Cumhuriyetimizin 100. yaşını Ел болып, республикамыздың 100 жылдық мерейтойын осындай мықты, бай, тамыры тереңде жатқан қазынамыз бар екенін мақтанышпен атап өтеміз. Мұрамыздан бас тартпай, біз өткен даңқты өміріміздің әрбір кезеңін бағалаймыз. Aziz milletim, Қымбатты елім, біз өткеннен сабақ қана емес, күш те аламыз. Бүгін 100 жылдығын тойлап жатқан республика үшін ол әрі мақтаныш, әрі шабыт. hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Қараңыздаршы, Ғази Мұстафа Кемал Ататүрк өзі құрған республиканы қалай сипаттаған? Cumhuriyet Республика тегін келген дүние емес. Біз ол үшін қан төктік. Оны алу үшін біз қызыл қанымызды барлық жерде төктік. kırmızı kanımıza akıttık. Evet. Иә, Ғази айтқандай, республиканың жариялануы еліміздің мыңдаған ұлдарының қаны мен өмірімен, құрбандығымен құрылды. Fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete, Құлдыққа, өктемдікке, таңбаланушылыққа мойын сұнбаған халқымыз басқыншыларға қарсы ұлттық күресте тәуелсіздікпен болашақты көздеп жеңіспен тәж киді. Осылайша олар 29 қазанда 1923 жылы республиканы құрды. Республикамыздың құрылу мақсаты оның негізін қалаушылардың сөзімен айтқанда ешкімі жоқтың жанында болу, досы жоқтың досы болу. Республикамыз осы қасиетке біздің кезеңде де толық ие болды. Бүгінде Түркия Ғази қалағандай өз аймағында және дүние жүзінде ешкімі жоқтың досы болған. Балканнан Кавказға дейін, Азиядан Африкаға, Түркістаннан Палестинаға дейін қай жерде езілген құрбан болса, соның жанында. Қай жерде көзі жасқа толған мұқтаж жан болса, көмекке келетін олардың қолдарын ұстап, жәрдем беріп, дертіне шипа беретін Түркия. Түркия осындай ұлт.
bu millettir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Осы ұстанымымызды бұрын біз Корея, Кипр, Ирак, Сирия, Ливия, Йемен және соңғы кезде Карабахта көрсеттік. Бүгін біз Палестинада Гази айтқандай тапқыр ұстанымды қолдануды жалғастырамыз. Газа халқы үшін қолдан келген барлығын жасап жатырмыз. Газа халқына көмектесуге тырысудамыз. Кеше 1,5 миллионнан астам адамның қатысуымен өткен Ұлы Палестина митингі осының бір бөлігі болды. Тарихи санасы жоқ Ғази Мұстафа Кемалдің күресін білмейтін және республиканың не үшін құрылғанын түсінбейтін адам басқа ниеттерді іздейді. Біз кеше ғана Палестинамен ынтымақтастығымызды көрсеттік. Ол митингте біз тағы бір рет бүкіл әлемге біздің жүрегіміздің бүкіл географиямыз тараған тәуелсіздігімізді және болашағымызды қорғауға деген жігерімізді білдірдік. Bir kez daha tüm dünyaya duyurduk. Ататүрк әуежайында тамаша бірлікпен Ғази Мұстафа Кемалдің рухын қастерлейтінімізді республикамыздың 100 жылдығында көрсеттік. Бұдан былай да ешбір кемсітушіліксіз ешкімі жоқтың досы болуды жалғастырамыз деп үміттенемін. Құрметті азаматтар, Ғази Мұстафа Кемал Ататүрк түрік ұлтының мінезі мен әдет-ғұрпына ең жақсы сәйкес келетін басқару ол республикалық басқару деген. Ғази республика мен демократия арасындағы байланысты былайша білдіреді. Республикалық режим ол демократиялық жүйеге ие мемлекет нысаны деген сөз. Ғази Ататүрктің көзі тірісіндегі ең үлкен мұраттарының бірі ол уақыт өте республиканы демократияландыру болатын. Алайда Түркияның демократияға сапары ұзақ жылдар бойы үзілісте болды. Әсіресе Ғази қайтыс болғаннан кейінгі жалғыз партиялық кезең ұлтымыздың жадынан ешқашан өшпейді. Бұл терең қайғы мен жаралар қалдырған кезең. Derin acı ve yaralar bırakmıştır. Özellikle Әсіресе марқұм Мендереспен басталған демократия және даму қозғалысы 27 мамырдағы төңкеріспен аяқталмай қалды. Содан кейін әр 10 жылда қайталанатын араласуларымызбен еліміз 2002 жылы Анадолу төңкерісімен Түркияның өзі құлаған тұйық шеңберден шығарды. Onun құтқарушысы біз болдық. Bu fasit daireden Anadolu ihtilaliyle 2002'de kurtaran biz olduk. Millete efendilik yoktur. Елге қожалық ету жоқ, елге қызмет ету бар деген ұранмен 21 жыл бойы сүйікті ұлтымызға қызмет еттік және оны біз мақтан тұтамыз. Efendi değiliz. Қожайын емеспіз, қызметшіміз. Осылайша жалғастырып келеміз. Қажет десеңіз сыртта жүрген азаматтарымыз. Қажет десеңіз іштегі қай дінге, ділге жатқанына қарамастан 85 миллион халқымыздың әрбір адамы күнделікті өмірінде осы шындыққа куә. Осы шындықты көрсету үшін сіздерге Түркия Республикасының алғашқы жылдары мен бүгінгі Түркияның арасындағы айырмашылықтарды кейбір сандар арқылы көрсеткім келіп тұр. Келесі мәліметтермен бөлісейін. Халқымыздың 1927 жылы саны 13,6 миллион болатын, ал 2002 жылы 65 миллион болды. 2022 жылы 80 миллион болды. 85,3 milyonu buldu. İnşallah. Құдай қаласа, бәлкім осы жылдың соңына дейін 86 миллионға да жетіп қалар. Алла қаласа жақын арада 100 миллион халқы бар Түркияны бәріміз бірге көреміз деп үміттенемін.
Білім саласында республикамыз құрылған жылы небәрі 9 жоғарғы оқу орны болған, факультеттер, колледждарды қоса алғанда. Ал 2002 жылы олардың саны 1203 болды. Бүгінде бізде 3955 жоғарғы оқу орны бар. Бастауыш, орта сынып және лицей жоғарғы оқу орындарының студенттерінің саны 1923 жылы әрең дегенде 359 мың бала болса, 2002 жылы бұл көрсеткіш 14 миллион 908 мың болған. Ал бүгінде бұл сан 24 миллион 200 мыңға жетті. 100 жыл бұрын 12 мың мұғалім болса, 2002 жылы Түркияда 511 мың мұғалім болған. Ал бүгінде 1 миллион 67 мың мұғалім балаларға қызмет көрсетуде. Денсаулық сақтау саласындағы аурухана төсек саны 1923 жылы 12 мыңға жетпеген болса, 2002 жылы 164 мың болады. Ал бүгінде оның саны 268 мыңға өсті. Түркияда 1928 жылы небәрі мыңға жуық дәрігер болса, 2002 жылы 92 мың дәрігер болған. Ал бүгінде 194 мың дәрігер өз азаматтарына қызмет көрсетуде. Әділеттілік, құқық қорғау саласында 1923 жылы 2 мыңға жуық судья мен прокурорлар қызмет етсе, 2002 жылы бұл сан 9 мыңға жетеді. Ал бүгінде 24 мың. Тасымалдау саласында 1923 жылы біздің магистральдардың жалпы ұзындығы 18 мың шақырым болатын. 18.000 kilometre köprü sayımız. Köprülердің санын білесіз бе? 94. Арада өткен 70 жылдан кейін тас жолымыздың қашықтығы 63 мың шақырымға дейін өсті. Оның 90% бір жолақтық жолдар болатын 2002 жылы. Ал бүгінде тас жолдарды қоса алғанда жартысына жуығы екіге бөлінген жолдар ұзындығы 71 мың. Бастапқыда темір жол желісінің ұзындығы 4 мың шақырымнан аз болса, бұл көрсеткіш 2002 жылы 8671 шақырымға жетеді. Ал бүгінде 14 мың шақырымға жететін заманауи темір жол желілері бар. Оның ішінде 2032 шақырымдық жүрдек пойыз желісі ұлтымызға қызмет көрсетуде. Құрылыс саласында 2000 жылдардың басында республикада 13 миллионға жоқ ғимарат болатын. Ал соңғы 21 жылда бұл сан 2 есеге артты. Бүгінде 20 миллионға жоқ ғимарат бар. Жер сілкінген аймақтарда салынған жаңа үйлер мен қаланы өзгерту жобаларына сәйкес 1,5 миллионы Стамбулда болатын 6 миллион жаңа үйді қатарға қосу мақсатымызда бар. Ауыл шаруашылығында. Қымбатты бауырларым, Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін ауыл шаруашылығында республика бойынша егістік жер көлемі 14 мың гектар болса, егілген егістік көлемі 9500 болса, бүгінде егістік жер көлемінің мөлшері 19500 гектарға ұлғайды, ал егістік көлемі 16500 гектарға дейін ұлғайды. Республиканың алғашқы жылдарында небәрі 3 миллион тонна бидай өндірілген болса, бүгінде егістік алқаптардың артқанның арқасында 8,5 миллион тоннаға дейін бидай алынады. Осыдан 70 жыл бұрын елдегі трактор мен комбайндардың саны 34 мың болса, бұл көрсеткіш 2002 жылы 981 мыңға жетеді. 2022 жылы 1 миллион 547 мыңға жетеді.
Enerjide Энергетика саласында 1923 жылы небәрі 32,8 мегаватт қуат болатын, ал 2002 жылы ол 31.846 мегаваттқа дейін өсті. Бүгінде 106.000 мегаваттқа дейін ұлғайды. Оның 55% жаңартылатын энергия көздерінен алынады. Бұрын қандай еді, қазір қандай? Экономикада жалпы ішкі өнім 1923 жылы 964 миллион лира болса, 2002 жылы 362 триллион лираға жетті. 2022 жылы 15 квадриллион лираға жетті. Қандай еді, қандай болды? Доллар есебімен 1923 жылы 577 миллион доллар болған жалпы ұлттық табыс бүгінде 1 триллион доллардан асады. 1 триллион доллар seviyesini aştı. 1923 жылы жан басына шаққандағы ұлттық табыс 45 доллар болса, 2002 жылы 3608 доллар, ал 2022 жылы 10.659 долларға өсті. 10.659 dolara çıktı. Ticarette. Сауда саласында 1923 жылы біздің саудадағы экспортымыз 50,8 миллион доллар болса, арнайы сауда жүйесіне сәйкес, ал 2002 жылы 36 миллиард долларға өсті. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш 235,2 миллиард долларға көтерілді. Бұл сандарды әртүрлі тақырыптарды да санауға, қарастыруға болады. Тек бір соңғы кездегі жадымызды ақтарсақ. Ыстанбұл әуежайы, Еуразия туннелі, ғасыр жобасы Мармарай, әлемде бестікке кіретін Юсуфели су қоймасы, Түркия көлігі тоқтан ұшқыш таситын алғашқы кемеге дейін. Сіз жаңа көрген Түркия теңіз күштерінің Анадолы кемесі. Алла бұйыртса, испандықтармен тағы да келісіп, осының жақсырақ жаңа нұсқасын елімізге жеткіземіз деп ойлаймыз. Сонымен ұшақ тасығыш кеменің санын 2-ге жеткіземіз деп үміттенеміз. Адамсыз ұшатын ұшақ, Қара теңіздегі табиғи газ, сыртқы саясаттан туризм, мәдениет, өнеркәсіп, технология мен қауіпсіздікке дейін республиканың барлық саладағы тарихи жетістіктері бүгінгі республиканың мерейтойында ұлт мақтанышы ескерткіші болып табылады. Ұлтымыздың мақтанышына айналған осынау тамаша туындылардың көпшілігін республикамыздың жыл сайынғы кезеңдерінде және мерейтойларында пайдалануға беруді қолға алдық. Инфрақұрылымдық және қондырмалық инвестициямыздан бөлек біз елімізді құқық пен бостандық саласындағы әлемдегі алпауыт елдердің лигасына шығардық. 16 Nisan 2017 yılında yeni yönetim sistemine geçerek cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizin demokrasiyi tüm kurumlarıyla tesis etme ve milli iradeyi tam anlamıyla hakim kılma mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Aziz milletim. Қымбатты халқым, Ғази Мұстафа Кемалдің армандарын жүзеге асырған команда ретінде біз республикамыздың 2-ші ғасырына кірдік. Біз республикамызды бұдан да көп жылдар бойы әлде қайда күшті, гүлденген және әлде қайда беделді етіп алып жүруге бел будық. Алдағы кезеңде ең үлкен мақсатымыз демократиямызды төңкеріс конституциясының ұятынан құтқарып, республикамыздың жаңа 100 жылдығына лайықты азаматтық либералды конституцияға ие болу.
İnşallah Алла қаласа, басқа да мақсаттарымызбен қатар осы мақсатымызға қол жетеміз деп сенемін. zafer benimdir diyenlerindir zafer. Біз осы күнге дейін осындай түсіністікпен жұмыс жасадық, талпындық және күрестік. 15 шілдедегі ғасыр сатқындығы мен 6 ақпандағы зілзалаға, ғасыр апатына дейінгі барлық сынақтарға төтеп бердік. Төтеп жатырмыз. Тарихы терең, теңдесі жоқ жеңістерге толы ұлы халықтың перзенттері ретінде Түркия ғасыры деген ұстаныммен бірге жеңістерге жетуге бел байладық. Республиканың 100 жылдығы тойланып жатқан осы тарихи күнде Вағдетдин сарайынан тағы да бір рет күллі әлемге үндеу тастаймын. Ешбір империалистік күш Түркия Республикасының бақытты, табысты және жеңіске жетуіне кедергі бола алмайды. Біз баршамыз бір болып, тірі болып, бауыр болып, бір бүтін Түркия болуды жалғастырамыз. Керек болса, біз бір ел, бір ту, бір отан деп білдіретін ұстанымымыздан тайынбаймыз. Қалғаны Алланың рұқсатымен келеді. Алладан жәрдем берсін деп дұға етемін. Осы елдің президенті ретінде біз Түркияға және түрік ұлтына қызметіміздің әр кезеңінде жасағанымыздай үлкен махаббатпен қызмет етуді жалғастырамыз. Осы сезімдеріммен, тәуелсіздікпен болашағымыз үшін күрескен барлық батырлар үшін, әсіресе республиканың негізін қалаушы Ғази Мұстафа Кемал Ататүрікті тағы да бір мәрте құрметпен еске аламын. Бұл жерлерді 1000 жылдарға атамекен ету үшін жанын аямаған құрбан батырлардың барлығына Алланың мейіріміне бөленуін тілеймін. Осы маңызды мерейтойды әртүрлі шаралармен лайықты түрде атап өтілуін қамтамасыз еткен барлық тұлғалар мен мекемелерге алғыс айтамын. Республикамыздың 100 жылдығы тағы да құтты болсын. Шейіттеріміздің жаны жай тапсын. Аман болыңыздар. Құрметті президент, сізге үндеуіңіз үшін рахмет айтамыз. Режеп Тайып Ердоғанның үндеуінен кейін жұбайы Әмина Ердоған екеуі республиканың 100 жылдығына арналған арнайы іс-шараларды Босфор бұғазында ұйымдастырған дрон, от шашу және жарық шоуларын бастау үшін түймені басуға сахнада тағы біраз кідірді. Buyurun Hazır efendim. mıyız? Sizi bekliyoruz. Buyurun. Öyle mi? Köprüye de bakalım. Tabii ki. Ya Allah! Bismillah. Осылайша Түркия Республикасы Ыстамбұл қаласында Босфор бұғасының жағажайында республиканың 100 жылдығын дүбірлетіп тойлап өтті. Бірер минутта көретіндеріңіз мерекелік от шашу және дрондардың Түркия аспанына сызған мемлекеттік елтаңба, Түркияның қызыл байрағы мен Ататүріктің ат үстінде отырған бейнесі, сонымен қатар Түркияның тарихында маңызы бар ерекше символдардың бейнесін көре аласыздар. Арнама жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.